Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге YouTube каналымның азда болса да көмегі тиіп жатса, мен қуаныштымын. Бүгін менімен бірге өте жұмсақ, өзі үлпілдеп тұратын сарыағаш суынан қатпарлы қаттама пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Бізге ол үшін бір жұмыртқаны үстінен бір шай қасық қант саламыз, бір шай қасық тұз салып, өзімізге керегінше сарыағаш суымызды құйып, үстінен ұнымызды салып, және де қамыр қопсытқышты салып, 2 шай қасық картопльный крахмалымызды салып, орташа қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың басын жақсылап біріктіріп қоямыз, және де 30 минутқа июі қанғанша пакетімізге салып қоямыз. 2-3 рет қайтара илеп қойсаңыздар да болады. Қамырымызды осылай жұқа етіп жайып алып, арасына ертілген сары майымызды жағып, орап, жақсылап пакетімізге салып, 31 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Майы жақсы арасына сіңуі үшін. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліктерге бөліп алып, және де дөңгелетіп жайып, майға да қуырсақ та болады, және де пешке, әсел пешімізге де пісіріп алсақ та болады. 2 түрлі қатпарлы нан шығатын болады. Алдын ала сұйық майымызды жақсылап қыздырып аламыз, және де қаттама нанымызды 2 жағын қызартып тұрып пісіреміз. Бұл қаттама нанымызды әсел пешкеде пісіруге болады. Әсел пешке пісірер уақытта бетіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің қатпарлы қаттама нандарымыз дайын болды. Менің YouTube каналыма тағы да қандай рецепттер шыққанын қалайсыздар, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.